Армысыздар, құрметті көрермендер. Әлем жаңалықтары. Мәскеудегі адам лық толы концерт залға лаңкестер шабуыл жасады. Красногорск қаласындағы Крокус Сити Холл ғимаратында белгісіз біреулер басып кіріп атыс ұйымдастырған. Қазір адамдар эвакуацияланып жатыр. Белгілі болғандай, бұл кезде пикник тобының концерті болып жатқан. Оқиға куәгерлері атыстан зардап шеккендер мен жараланғандар бар екенін хабарлап жатыр. Атыс басталған кезде Крокус Сити Холлда 6200-дей адам болған. Концертке арналған билеттердің барлығы дерлік сатылып кеткен көрінеді. Шабуыл жасаушылардың саны бастапқыда айтылғандай 5 емес, одан әлде қайда көп болуы мүмкін. Ғимаратта 3 бірдей жойқын жарылыс болған. Оқиға орнында 70 жедел жәрдем көлігі тізіліп тұр. Күшейе түскен өртті тік ұшақтар әуеден су шашып сөндіруге тырысып жатыр. Құтқарушылар ғимараттың шатыры мен жертөлесінен аман қалғандарды сыртқа алып шығуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі қайғылы оқиғаға байланысты Владимир Путинге көңіл айтты. Қазақстан Мәскеудегі бейбіт азаматтарға қарсы террористік әрекетті қатаң айыптайды. Мемлекет басшысы терроризмді мүлде ақтауға болмайды деп санайды. Президент Біріккен ұлттар ұйымға мүше мемлекеттерді жазықсыз азаматтарға қарсы зорлық-зомбылықтың бұл түріне бірауыздан қарсылық танытуға шақырды. Ресми өкіл Айбек Смадияров қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтарының барлығы жайлы ақпарат түспегенін мәлімдеді. Ресейлік үшін ең ауыр түнді бастан өткерді. Үрей әлі басылған жоқ. Таңға таяу Ресейдің денсаулық сақтау министрлігі 145 жаралының тізімін жариялады. Ауруханаға жеткізілген жаралылардың кем дегенде 60-ы хал үстінде жатыр. Ресейлік МАШ және басқа ақпарат құралдары да дәл лаңкестік шабуыл қарсаңында Крокус Сити Холлдың кіреберісінде металл детектор рамкалары жұмыс істемегенін, күзет қызметкерлерінің бірде-бір адамның сөмкесін тексермегенін хабарлады. Салдарынан терроршылар алып ғимараттың ішіне атыс қаруларын, граната және басқа жарылғыш, жанғыш заттарын еркін алып өткен. Ресейлік ақпарат агенттіктері Крокустағы терактіге Украинаның қатысы жоқтығы туралы қысқаша жаңалықтарды басты. Олар Украинаның бас барлау басқармасының өкілі Андрей Черняктың, сондай-ақ ресейлік еріктілер өкілінің мәлімдемесіне сілтеме жасады. Украина президенті кеңсесі басшысының кеңесшісі Михаил Подоляк бұл оқиғаларға Киевтің еш қатысы жоқтығын нықтап, өз елінің Ресейдің бейбіт халқымен емес, армиясымен Майдан даласында шайқасып жатқанын ескертті. Бұған дейін ғимараттың шатырына қашып тығылған ресейліктердің көмек сұрап шыңғырған дауыстары естілген. Рус Ньюс кешкі 10:30-да орталықтың өртеніп жатқан шатыр ішіне опырылып құлай бастағанын мәлім етіп, тиісті видеоны жариялады. Соның алдында нысанның ішінде кем дегенде 2 жарылыс болып, дүмпуі сыртқа сезілген. Тек түн 11-ден ауғанда ғана Ресей Федерациясы төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылар көтергіш механизмдердің көмегімен концерттік зал ғимаратының төбесінен адамдарды әкетуді бастағанын жария етті. Қанша адамның қаза тапқаны, қаншасы зардап шеккені түпкілікті белгісіз. Ресей Федерациясы бас прокуратурасы терактіде мерт болғандардың және жараланғандардың саны нақтыланып жатқанын мәлімдеді. Әлеуметтік желінің Рунет бөлігі концерттік залдың ішінде қамалып, тығылып қалған адамдардың жан айқайға толы видеоларына толды. Қаншасы тірі шыққаны беймәлім. Тек түн ортасына қарай арнайы мақсаттағы жасақтар ғимаратқа кіріп, ішінде бекінген лаңкестерді іздеді. Мектептер және жоғары оқу орындары шәкірттерін қашықтан оқуға ауыстырды. Мәскеуде және облысында музейлер мен театрлар жұмыс істемейді. Ресейде интернетте барлық дерлік әлеуметтік желілерде, соның ішінде көршіде танымал ВКонтакте мен Телеграмда ақаулар орын алды.